Бір кездері шағын аулада Айша есімді кішкентай қыз өмір сүріпті. Ол анасын қатты жақсы көретін, оны ерекше қуантқысы келетін. Көктемнің алғашқы күндерінде Айша 8 наурыз аналар күні жақындап келе жатқанын білді. Ол анасына ерекше сыйлық жасағысы келді, бірақ не берерін білмеді. Достары оған гүлдер, кәмпиттер немесе сурет салуға кеңес берді. Бірақ Айша өз қолымен жасалған ерекше сыйлық жасауды шешті. Ол әжесінен тоқыманы үйреніп алып, анасына кішкентай қызғылт шарф тоқыды. 8 наурыз күні таңертең Айша анасын құшақтап, шарфты ұсынды. Анасы қуанып, «Бұл менің өмірімдегі ең жақсы сыйлық», деді. Осылайша Айша ананың басты сыйлығы махаббат пен қамқорлық екенін түсінді.